Сен ақ өліп тіріңді ғана көрейін. Қара тақия жоқ. Мен аны біліп еле. Байқап еле жүргім. Ал өліңді көрейінді шойқымы бұзыла баштаған. Хей! Емне селдейсіңер барыңар. Намыс тойлығын еркек тағына қалған емеспі бұл айылда. Батырыл бір күн үйде жоқ болып қалса әле. Айғыры жоқ үйірдей тентіреп, башсыз қаласың арвыя. Мен барам, деді ешім. Чап, тентіреп адатынша қыңылдап ырдап, андан ары илап, бір көміскөде жүргөндір, тап, ұрып, ат көмгөкті тойдап кел. А ниеті бұзылып қачқан болса, ал өлімді көрейіндің жазасы ошол. Кеткен жерінен башын кесіп ташта. Ешім, чындап қыжырланып, қылычын салпақтатып атқан менді да, артын қарамай дүпірете чапқан бойдан қызыл жар жолына шықты. Қолында бір ғана жалғыз түйіншегі бар. Гөгөзен бойынан астеле вузап. Жолуғы қолында. Мончоқтоғын теринан да асанда арчынып. Демейіп, желіп жүріп келе жаттай зада. Жер. Жортмолығын жұмшақ жел. Қандайдыр бір шабыртты көтеріп жүргөнсің. Алан сайын екетегін түріп тікілдеп жүгіреді. Қара тақия. Көк көйнік. Бейбақта алайынан қачып. Эми бет алынан жаңы бақытты үміт қылбай. Бар болғаны көз ашып тұрмыш көрер заман шорға қауылған жерден қачып. Чымырқанып барады. Жел қанатынан менге шыбыртағы oldu. Айзадан еті дүрілдеді. Екі тізесі ұйып, көз шалтерге түшіп аптығып тоқтай қалды. Үн адамның өзі яқты. Тыңшап, ал өзінің жүрегінің дүк-дүк туйлағаннан башқа ештеме болған жоқ. Ошол учурда тағы үстінен вык деп қорқыныштуу балдыра байылу өтті. Айзада екі қолымен башын бекітіп бүрішті. Жақын эле жерден бірдеме қышылдағандай сезілді. Шамал екен. Шау етіп қоғара бүргенде желіп жатты. Ал алдыға қадам басты. Қандайдыр бір қобыраған үні болды. Қуғыншы. Жүрек оп қол жүйті. Айзада! Тебір уақта ақырын қиқырған үні болды. Айзада қалыңғара бүрген арасына олтыра қалды. Эч арылбаған, эч құтылбаған шор етегін елешіп. Дағы қалбай, дағы құтқарбай қуып келе жатқандай. Башынға тарға, жашнарға жер таппай. Аламал үшін алақандай тар болып, жер бор тоқтап көзін жұмды. Атты бүрті жақындап келе жатты. Айзада құштан қачқан кекіліктің балапандай боры тетіреп бүрішті. Жүрек ошол жүгіргін аттың төрт тұяғындай түкілдеп жатты. Қиқырып естеген кім? Кімден үні? Ажыратышқа чамасы келген жоқ. Ат жана бочо жолмен дүпірете салып өтіп кетті. Айзада деген үн эм алыстан ұғылды. Айзада диртер орнынан тұра қалды. Ешім екен. Ешім. Аландан ары еш ойлан алған жоқ. Еш тоқтан алған жоқ. Қара буыланды дуылдатып жүгіріп жөнеді. Ешім! Ешім да бері чап, жақындашқанда та түше тосы бәсіп келді. Мен, қорықпа деді. Айзада алып бұғып келіп. Еңкeye қой болған ешімнің тізесін құшақтай. Эч сөз айта алмай өпкөсі толып өксі үйлеп жіберді. Иә, кетеліви жалғыз жан көңілдöş берен. Қой ейлаба емі деп, ешімді анығына қарай аяқ шілтебе қой албады. Жоқ, мен түрімді шорма қайта албайым. Қайттей көрбі, аябайсың мендей мақсызды. Башқа ойың болса, ошол ойыңды тез қыл батырғайын. Жанымды алдағы қайта бер. Айзада қырын чөгіліп, мойнын ұзарта созып қылычқа тосты. Мына чапсам, мен түрі бара албайым шорыма.
Айғантайын. Ата қонышымдан айрый тұрған болдың ғой. Ай азғырығым. Болып тұр. Кетелі. Алар қол қармашып, бірінен ақ көңілі, біріне қуаныш қуат болып, ертеңки бақтысына қарай демегіп, кетіп баратышты.